Ұстаз слегі сайтында зияткерлік олимпиадаға қатысу бойынша нұсқаулық. Ұстаз слегі сайтында зияткерлік олимпиадаларға қатысу өте оңай әрі кез келген уақытта қолжетімді. Ол үшін Google немесе Яндекс секілді іздеу жүйелерінен ұстаз слегі сайты атауын іздейміз. Ашылған тізімнен ұстаз слегі сайтын таңдаймыз. Біздің жағдайда ол бірінші болып тұр. Міне, біз республикалық ұстаз слегі сайтына кіріп отырмыз. Басты беттен сайт ұсынатын барлық бөлімдер тізімін көре аласыз. Ұстаз слегі зияткерлік олимпиадасына қатысу үшін алдымен сайтқа тіркелуіңіз, ал бұрын тіркелген жағдайда жеке кабинетке кіруіңіз қажет. Сайтқа кіру немесе тіркелу батырмасы басты беттің жоғары оң жағында орналасқан. Сайтқа бұрын тіркелген жағдайда сайтқа кіру батырмасын басып, бағандарға почта мен құпия сөзді тересіз. Ал сайттың жаңа қолданушысы болған жағдайда тіркелу батырмасын басамыз. Сайтқа тіркелу үшін бағандарға электронды почтаңызды және өзіңіз ойлап тапқан құпия сөзді жазып, оны қайта теруіңіз қажет. Сіз республикалық ұстаз слегі сайтына тіркелдіңіз. Енді сайттағы кез келген бөлім сіз үшін қолжетімді. Осы беттен өзіңіз туралы ақпаратты және сізге берілген жеңілдіктерді көре аласыз. Зияткерлік олимпиадаға қатысу үшін сайттың жоғарғы бөлігіндегі менюден олимпиада батырмасын басамыз. Көріп отырғаныңыздай, зияткерлік олимпиадалар 3 деңгейде болады: халықаралық олимпиада, республикалық олимпиада және облыстық олимпиада. Сіз өзіңіз қалаған олимпиада деңгейіне қатыса аласыз. Біз сізге бірінші облыстық, республикалық, сосын халықаралық олимпиадаға қатысуға кеңес береміз. Әр деңгейдің сұрақтары әртүрлі және бұл портфолиоңызды толтыруға керемет мүмкіндік. Сіз мұғалім болсаңыз, оқушыларыңызды және әріптестеріңізді қатыстыра аласыз. Сіздерге түсінікті болу үшін халықаралық олимпиадаға қатысып көрейік. Халықаралық олимпиаданы таңдаймыз. Қатысушы ретінде оқушыларды таңдайық. Төменде пайда болған олимпиадалар тізімінен қажетті олимпиада бағытын таңдаймыз. Біз халықаралық физика пәнінен оқушылар арасында олимпиада бағытын таңдадық. Енді қатысушы сыныбына қарай физика пәнінен 7-ші сыныптар арасында олимпиадаға тапсырыс берейік. Ашылған бетте жеңілдіктермен танысып, қатысушылар санын енгізе аласыз. Жеңілдіктерді көру үшін жеңілдікті көру батырмасын басу керек. Егер қатысушы саны 10-нан көп болса 20%, 20-дан көп болса 30% жеңілдік беріледі. Жеңілдікті есептеу үшін қатысушы санын жазып көрейік. Біз қазір 11 оқушыны қатыстырамыз. 11 оқушыға 6600 теңге төлем жасалу қажет. Бірақ бізге ұйымдастырушы ретінде 1320 теңге жеңілдік берілді. Біз олимпиадаға бар болғаны 5280 теңгеге қатыса аламыз. Сіздің олимпиадаңыз белсенді олимпиадалар тізіміне қосылды. Тізімде сіздің олимпиадаңыздың бағасы көрсетілген. Өз балансыңызды толтыру арқылы таңдалған олимпиадаға төлем жасай аласыз. Ал егер балансыңызда олимпиада төлеміне жеткілікті қаражат болса, бірден тапсырысты төлеу батырмасын басамыз. Ал баланс қаражаты жеткіліксіз болса, осы беттің сол жағында орналасқан баланс толтыру батырмасын басамыз. Баланс толтыру бетінен баланс толтырудың әртүрлі әдістері мен бонустар жайлы ақпарат ала аласыз. Ақпаратпен және төлем тәсілдерімен танысып болсаңыз, өзіңізге ыңғайлы төлем тәсілімен баланс толтырыңыз. Kaspi.kz қосымшасы арқылы баланс толтыру үшін Kaspi.kz приложениесін ашып, платежи, все, образование, ұстаз слегін таңдаймыз. Сайттағы ID номеріңізді жазып, 5280 теңге төлем жасаймыз. Міне, сайтқа ақшаңыз бірден түсті. Жоғарыда таңдаған олимпиадамызды сол жақтағы менюден менің олимпиадаларым батырмасын басу арқылы таба аламыз. Өзіміз таңдаған олимпиада бағытына тапсырыс беру үшін тапсырысты төлеу батырмасын басамыз. Тапсырыс жайлы ақпарат шыққан сәтте баланс арқылы төлем жасау батырмасын басамыз. Қатысушыларды енгізу батырмасын басу арқылы ақпаратты толтыратын бетке өтеміз. Қатысушы олимпиадаға жеке өзі қатысып отырған жағдайда жетекші бағанын толтырмастан бірден қатысушы жайлы нұсқаулықпен танысып, өзі жайлы ақпаратты енгізеді. Біз қазір бірнеше қатысушы жетекші ықпалымен қатысқан жағдайды көрсетеміз. Қатысушылар олимпиадаға жетекші ықпалмен қатысып отырған жағдайда жетекші енгізу батырмасын басу арқылы жетекшіге арналған алғыс хатты жүктеп ала алады. Ол үшін жетекші енгізу батырмасын басып, жетекші лауазымы мен аты жөнін енгізу қажет. Мысалы, Алматы облысы, Алматы қаласы, номері 14-ші жалпы орта мектебінің физика пәні мұғалімі Сембиев Нартай Аманғалиұлы. Сақтау деген батырманы басыңыз.
Ескертеміз, бағандарда толтырылған және ақпарат алғыс хатта жазылғандықтан қатесіз әрі толық жазылуы тиіс. Егер қате кеткен жағдайда бір рет қайта түзеуге мүмкіндік беріледі. Жетекшінің алғыс хатын бірден жүктеп алуға болады. Ол үшін жетекші алғыс хатын жүктеу дегенді басу керек. Міне, жетекшінің алғыс хатын бірден алдық. Енді олимпиадаға қатысушы оқушыларды енгізейік. Қателіктер жібермеу үшін алдымен Wordта барлық қатысушылар аты-жөнін және оқу орнын жазып алуға кеңес береміз. Бірінші оқушы Алматы облысы, Алматы қаласы номері 14-ші жалпы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Дүкенбай Дәулет. Осылай барлық оқушыларды енгіземіз. Ескертеміз, қатысушылар жайлы енгізілген жеке деректерді олимпиада басталғанға дейін өзгертуге құқылы. Егер жеке деректер, яғни қатысушы аты-жөні немесе лауазымы қате берілген жағдайда, сертификат мәтіні қате шығарылады. Енді соңғы қадам олимпиаданы бастау батырмасын басу. Қатысушы интернет желісімен қамтылған жағдайда сұрақтарды жүктеу батырмасын басу арқылы қағазға шығарып тапсыруға болады. Егер оқушылар саны көп және өз үйлерінде тапсырса, жетекші қатысушылар кодын жазып алып, оқушыларға таратып беру керек. Оқушылар o.uz.kz сайтына кіріп, кодты жазып қатыса алады. Қатысу онлайн түрде кез келген телефон немесе компьютер құрылғылары арқылы іске асады. Егер олимпиадаға қатысуда қиындық туып жатса, төмендегі нұсқаулық арқылы толық ақпарат ала аласыздар. Олимпиадада 20 сұрақ, тапсыру үшін 60 минут беріледі. 20 сұрақтың 19-20-сына дұрыс жауап берсеңіз, бірінші дәрежелі диплом. 20 сұрақтың 17-18-іне дұрыс жауап берсеңіз, екінші дәрежелі диплом. 20 сұрақтың 15-16-сына дұрыс жауап берсеңіз, үшінші дәрежелі диплом. 20 сұрақтың 15 сұрағынан төмен жауап берсеңіз, қатысушы сертификаты беріледі. Барлық қатысушылардың ата-аналарына және жетекшілеріне алғыс хат ұсынылады. Ұстаз тілегі зияткерлік олимпиадасына қатысып, өзіңіздің және оқушыларыңыздың біліктілігі мен білімін көтеріп, жетістіктерге жете беріңіз. Біздің ақпарат сіз үшін пайдалы болу деген үміттемін. Сау болыңыз.